Сәлем қыздар, бүгін біз ерекше дәмді әрі әдемі оңай жасалатын мраморный печенье дайындайтын боламыз. Ол үшін үй температурасындағы 150 грамм сары май мен 200 грамм қантымызды миксерлеп аламыз. Қантымыз жақсылап еруі қажет. Кейін оған красный краситель қосып, 2 жұмыртқа салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Одан кейін 400 грамм ұнымызды жай-жайдан саламыз. 1 шай қасық қопсытқыш салып, жұмсақ қамыр илейміз. Міне осында розовый қамыр шығады. Қамырымызды бірнеше бөліктерге бөлеміз. Осылай бөлген бірнеше бөліктерімізді домалатып аламыз. Ыдысымызға сахарная пудра қойып, дөңгелектерімізді аунатып аламыз. Қызып тұрған пешке 180 градусқа 15-20 аралығында пісіріп аламыз. Сонымен біздің печеньеміз дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Жасап көріңіздер.